келіңдер достар, басталды! Жиналыңдар! A, B, C, D, E, F, G әріптерді үйренем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 санауды да үйренем. Кел достар, ойнайық, ойнайық та ойлайық. Қанша қиын болса да жеңбей оны қоймайық. Come learn with me, counting right to me. Friends, let's play together and you will speak fluently. A, B, C, D, E, F, G әріптерді үйренем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 санауды да үйренем. Ал балақайлар, дайынсыңдар ма? Мынау не, Зере? Дог. О, достар! Hello. How are you, достар? How are you демейсіңдерге? How are you демейсіңдерге? Бұлар нес? Апай, сіз бізге тауында дедіңіз бе? Жоқ, достар, айбетпендер қанеке шыға қойыңдаршы. Мен сендерге how are you, сендердің қал жағдайларың қалай дегенді түсіндіруге ұмытып кетіппін. How are you? Сені қалың қалай дегенді білдіреді. Енді түсіндім, сендермен how are you деген кезде бірден тығыла жөнелгендеріңді. Достар, сендер енді бір-бірлерінен қал жағдайларын қалай деп сұрағыларың келсе, ағылшын тілінде how are you дейміз. Қанеке бірге қайталайық? How are you? Бәрекелді достар, өте жақсы. Мынауымыз жат болды достар. Сөздерді түсініп алмай, естілеріміз ойын. Достар, алдымен жаңа сөздермен таныстырып алайық, содан кейін ойнаймыз Дидар. How are you деген сұраққа Ислам қалай жауап бересің? Жақсы. Өте жақсы. Жақсы деген ағылшын тілінде fine, яғни I am fine. Қайталай қойшы. I'm fine. How are you, Ислам? I'm fine. Бәрекелді, жарайсың. Ал Зере, сенің қалың қалай? Орташа. Орташа дегеніміз so, яғни I am so. Қайталай қойшы. I am so. Very good. Достар, сендер де айтып отырыңдар. I am so. Зейін, сенің қалың қалай? Жақсы. Жақсы. Ағылшын тілінде тағы да I am okay деп те айтсақ болады. Қане достарымызға айтшы. I am okay. Very good. Дидар, сенің көңіл күйің қалай? Менің көңіл күйім онша емес. Сенің көңіл күйін кім бұзды? Айтшы бізге, сені кім ренжітті? Сабыр түбі сары алтын. Менікі жай еркелік қой. Солай де, әйтпесе мен оған. Не деген татулық? Бәріміз біріміз үшін деген осы емес пе? Дидар, егер де сенің көңіл күйің онша емес болса, I am sad деп айтасың. Қанеке қайталай қойшы, Дидар. I am sad. Яғни, ол менің көңіл күйім онша емес дегенді білдіреді. Қанеке алма кезек бір-бірімізден сұрайық. Сенің қалың қалай? Және соған жауап берейік. Келістік па? Қанеке, Зере, Исламнан сұрайшы қалың қалай дегенді. I'm fine. Өте жақсы. Қанеке, Ислам, Зейнен сұрай ғой. How are you? I am okay. Жарайсың, Зейін. Бәрекелді. Қанеке, Дидар, how are you? I am sad. Сенің көңіл күйін көтерілген сияқты ғой. Солай ма? Жақсы. Қанеке, барлығымыз бірге ойын ойнайық. Ура! Жарайсыңдар, достар. Біз ағылшынды керемет білмесек те түстерді білеміз ғой.
Түстерді білеміз. Yellow, blue, green, red. Достар, сендер ойнап отырсыңдар ма? Сендер ағылшын тілінде түстерді білетіндерді айтып кеттіңдер. Енді сандармен таныстырғым келіп тұр сендерді. Қанеки достар, 1-ден 10-ға дейін ағылшын тілінде қайталап санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Өте жақсы. Керемет. Достар, білесіңдер ме? Ақсерек, көксерек ойыны ол біздің ұлттық ойынымыздың бірі. Ол ойынды ойнау үшін біз 2 топқа бөлінуіміз керек. Және де ақсерек, көксерек бізден сізге кім керек дегеннің орнына мен сіздерге сәл ғана ұсыныс енгізгім келіп тұр. Ақсерек, көксерек бізден сізге қай түс керек деп келтірсем, қалай қарайсыңдар? Қызық болады ғой деймін, иә? Ақсерек, көксерек бізден бізге yellow түс керек. Қанеки Зейін қатты бәрі күшімен жүгіріп, Зере мен Дидардың ортасын бөліп. Қанеки дайынсың ғой? Қане жүгір. 1, 2, 3. Ой, өкінішке орай Зейін ана екінші топта қалып қалды. Қанеки екеуміз шақырамыз енді. Ислам, дайынсың ғой? Кеттік. Ақсерек, көксерек бізден бізге blue түс керек. Қанеки? Ой. Біздің қасымызда Зере қалды. Келе ғой Зере, біздің топта қаласың. Иә, біздің топта қалады. Қанеки тағы да енді біздің топтан шақырасыздар. Қандай түс керек екен? Қанеки бастайық. Ақсерек, көксерек сізден бізге White түс керек. жақсы. Қане Ислам, барлық күшіңді жинап жүре ғой. Қанеки? Байға. Бәрекелді. Ислам, сен кімді қасыңа аласың? Зейін, келе ғой. Ал бізде бір топта бірақ бала қалды. Қайтеміз енді? Дидар шақырайық, иә барлығымыз? Ақсерек, көксерек сізден бізге red түс керек. Мықтап ұстаңдар қолдарыңды. Қанеки? 1, 2, 3. Достар, ақсерек, көксерек ойынында кім жеңіске жетті? Дұрыс айтасыңдар. Біздің достығымыз үшін 1-ден 10-ға дейін ағылшын тілінде қол шапалақтап қояйық. Қанеки бастайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бәрекелді. Бізбен бірге бүгін оқып, үйреніп, ойнағандарың үшін көп рахмет. Келесі бағдарламада жүздескенше достар. Қанеки бір-бірімізге сау болайық. Goodbye. Тағы да бір рет. Goodbye. Достар, келесі бағдарламада кездескенше. Келіңдер достар, басталды. Жиналыңдар.